Петропавл қаласының тұрғыны Гүлшат Нұржақыпова көзге көрінбейтін вируспен күресіп жүрген дәрігерлерге арнап өлең жазды. Бүгінгі күннің батырлары дәрігерлер деп аталған әннің бейне клипі арнамыздан да көрсетілді. Мағжан Жұмабаев атындағы жоғары колледждің мұғалімі осылайша ақ халатты жандарға өз алғысын білдіргісі келген. Гүлшат Нұржақыпова Мағжан Жұмабаев атындағы жоғары колледжде дирижерлау пәнінің мұғалімі. Бұған дейін 12 жыл мәдениет саласында жұмыс істеген. 2017 жылдан бері қолына қалам алып, қара өлең жазуды ермек етіп келеді. Гүлшаттың сөзінше, адам жасы ұлғайған сайын өзін жақсы танып, жаңа қырынан аша білуі тиіс. Да, я бы хотела обратиться к зрителям, чтобы... Ең бастысы адам өз-өзіне сенуді тоқтатпауы тиіс. Кез келген уақытта өзіңді жаңа қырыңнан танытуға болады. Мен үшін де дәл сондай кезең 40 жасымда басталды. Өлең, музыка жазуға батылдығым жетпейтін. Алайда артқа қарап не нәрсеге қол жеткіздім деп сұрақ қойғанда, әрине сүйікті ісіммен шұғылдануға бойымда күш-жігер пайда болды деп айта аламын. Түбінде осы қиын кезде адам өміріне араша түсіп жүрген дәрігерлерге арнап әдемі бейнеклип шықты. Гүлшаттың айтып отырғаны бүгінгі күннің батырлары дәрігерлер аты әні. Бұл туындының сөзі мен музыкасын келіншек жерлес композитордың көмегімен жазған. Осылайша ол бір жылдан аса уақыт бойы көзге көрінбейтін жаумен күресіп, адам өміріне арыша түсіп жүрген ақ халаттыларға өз алғысын айтпақ болған. Сонымен қатар бұл әнді Гүлшат ауыр дерттен айықпай көз жұмған анасына арнаған. В тот момент как раз у меня заболела мама. Она живет в Костанае. Маусым айының басында Қостанай қаласында туған анам осы дертпен ауырып қалды. Өкінішке орай ол кезде елімізде тиісті дәрі-дәрмек, арнайы құрылғылар болған жоқ. Әрине, дәрігерлер оны құтқару үшін қолдарынан келгеннің бәрін жасауға тырысты. Алайда анам көп ұзамай көз жұмды. Сол себепті бұл ән дәрігерлерге және осы сырқатқа шалдыққан жандарға арналады. Ерте ме кеш пе бұл індет аяқталады. Сол себепті бір-бірімізге тіреу болып, жақсылыққа сенуіміз керек деп есептеймін. Гүлшат көбіне өмір, болашақ туралы қалам тербейді. Қазіргі таңда ақынның қоржынында 31 жыр мен 3 авторлық әні бар. Ол болашақта өзінің жеке кітабын басып шығаруға ниетті. Майгүл Сейілбек, Анатолий Белонок, жаңалықтар қызметі.